Сәлеметсіздер ме? Бұл менің отбасым. Менің отбасымдағы құндылықтар таңертең ерте тұрып жаттығу жасап, әкеме көмектесу, анама көмектесу. Мен өскесін өте мықты, күшті адам болғым келеді. Сабақтан келген соң мен әкеме көмектесемін, орам сыпырамын, су тасимын. Жылқыға шөп беріп, орамды тырналап, бүкіл қоқыстарды жинап, әкем екеуміз қоқысқа төгеміз. Ал енді доп ойнауыма болады. Анам жұмыстан келген соң анама да кішкене көмектесемін. Ата-анам маған еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей дейді. Отбасымен осылай тамақ, тәтті тоқаштарды жасауға өте жақсы көремін. Апатайымды сабағын жасап, бізге көмектесуге келді. Ал енді отбасымызбен тату-тәтті болып, шай ішіп, тамақ ішіп, тәттілерді жеп отырмыз. Бүгінгі өткен күшті, қызықты сәттерімізді біз ата-анамызға айтып, күліп отырмыз. Тамақ ішкен соң барлығымыз қол жайып, әкем бата айтты. Назарларыңызға көп рахмет.